Баршаңызға сәлем қыздар, мен Ақгүл Абдуллаева. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі тойымды таңғы астың рецептісімен бөліскім келіп отыр. Ол үшін алдымен піскен жұмыртқамызды үкіштің үлкен тісінен өткізіп шығамыз. Енді осыны бөлек ыдысқа саламыз. Екінші кезекте ірімшігімізді өткіземіз. Оны да жұмыртқаның үстіне ыдысқа салып, қалауымызша тұз сеуіп, қаймағымызды салып, жақсылап барлығын араластырамыз. Енді бізге жұқа лаваш қажет болады, соны бірдей етіп, төрт бұрышты етіп кесіп шығамыз. Лавашымыздың бір шетіне дайындап қойған начинкамызды осылай жағып шығамыз. Үстіне колбасамызды қоямыз, болмаса сосиска қойсаңыз да болады. Дым керек емес десеңіз, осындай начинканың өзімен де жасауға болады. Осылай видеодағыдай орап шығамыз. Енді бөлек ыдысқа жұмыртқаның үстіне азғантай сүт құйып, жақсылап шанышқымен араластырамыз. Табамызға азғантай сұйық май құйып, жан-жағына жағып шығуымыз қажет. Жаңағы дайындап қойған массамызға лаваштарымызды жақсылап аунатып, қызып тұрған табаға осылай видеодағыдай екі жағында жақсылап қызартып, қуырып шығамыз. Осымен біздің дәмді таңғы асымыз дайын. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Міндетті түрде пісіріп көріңіздер.